على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به. Bismillahirrahmanirrahim. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтады: Жүрайж Бану Исраил қауымында болған салиқалы пенде еді. Бану Исраил, яғни Исраил ұлдары. Исраил ол Аллах тағаланың пайғамбары Яқуб алейхиссалам. Яқуб Исхақ пайғамбардың ұлы, Исхақ Ибрахим пайғамбардың ұлы. Аллах тағала Құранда айтады: Исраилдің өзі харам еткен тағамдардың барлығы Исраил ұрпақтарына халал болды. Исраил ұрпақтарының ішінде кәпірлер, бұзықтар болғаны сияқты тақуалы ізгілер де бар тұғын. Аллах тағала барлық адамдарға ақиқат дәлел жеткізу үшін әртүрлі мысалдарды келтіреді. Қиямет күнінде біреу келіп, мен бұны істей алмадым демеу үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдар соларға еліктеп, солардың арттарынан ілесулері үшін алдыңғы қауымдардан өткен тура жолда бекем болған иманды кісілердің оқиғаларын айтатын. Жүрайж Бану Исраил қауымында болған салиқалы пенде еді деді. Бірде Жүрайж Аллах тағалаға құлшылық ететін лайдан болған бір ғибадатхана құрады. Өз елінде әртүрлі фитна, азғындық жайылу себепті бір жола ғибадатқа бет бұруды ұйғарады. Құлшылық ететін ғибадатхана соғады. Бірде Жүрайжға анасы келіп, ей Жүрайж деп шақырады. Сол уақытта ол ғибадатханасында намаз оқып тұрған еді. Ішінен, я Аллахым, анам ба, әлде намазым ба деп жалбарынады. Аллахтың жазуымен намазында қалып қояды. Әбден жауап берместігін білген соң, анасы кетіп қалады. Ертеңгі күні тағы да келіп, ей Жүрайж деп шақырады. Жүрайж ішінен, я Аллахым, анам ба, әлде намазым ба деп тағы намазында қалып қояды. Үшінші күні көзін қолымен күннің сәулесінен көрегейлеп келген анасы, ей Жүрайж деп шақырады. Я Аллахым, анам ба, әлде намазым ба дейді. Намазына қарай бұрылады. Анасының оны 3 күн бойы көре алмадым деген пендешілік сезім қозып, ұлына теріс тоғалады. Яғни, мен сенің анаң бола тұра, мені көруге бір қадамда баспадың деген ашуы қозып, оған қарсы тоғалады. Яғни, я Аллахым, оған жезөкше әйелдердің жүзін көрсетпегеніңше, оның жанын алмағын деп дұға етеді. Соң кетіп қалады. Сөйтіп, бір күні Исраил қауымы өздерінің жиындарында Жүрайжды және оның ғибадатын сөз етеді. Сонда әрдайым сұлулығы басқаларды тәнті ететін бір әйел тұрып, мен оны азғырамын дейді. Сөйтіп, әлгі әйел Жүрайждың алдына барады. Бірақ Жүрайж одан теріс бұрылады. Әлгі әйел бұл ісі жүзеге аспағанын біліп, Жүрайждың таныстарының бірі болған ғибадатхананы паналайтын бір малшыға барады. Сол жерде онымен жақындық қарым-қатынаста болып, одан жүкті болады. Бірақ адамдарға еш нәрсе айтпайды. Уақыты жеткеннен кейін босанып, бесіктегі кішкене сәбиді қолына алады. Әңгіменің негізгі желісі міне осы жерде бауырлар. Баланы көтеріп адамдардың алдына келеді де, бұл Жүрайждан дейді. Жүрайжге құрмет көзімен қарайтын жұрт лезде пікірлерін өзгертеді. Сол мезетте барады да, оның ғибадатханасын бұзып тастайды. Жүрайжды шығарып алып, жабыла ұра бастайды. Жүрайж болса, не болды сендерге? Не себепті мені ұрып жатсыңдар дейді. Олар, сен зина қылдың, әйел жүкті болды, енді міне босанды дейді. Маған су алып келіңдер дейді. Оған су алып келеді. Ол дәрет алады да, кейін 2 ракағат намаз оқиды. Баланы алып келіңдер дейді. Баланы алып келеді. Барлық адамдар қарап тұрады. Сол уақытта Жүрайж Аллахқа деген иманының күштілігі және Раббысына деген үміті білінетін бір жағдайға тап болады. Өйткені Жүрайж пайғамбар еместін. Қалыпты өмірде қандайда бір кісінің бесікте жатқан сәбиді сөйлетуі ақылға сыймайтын құбылыс.
يستنطق رضيعا في مهده ولو رآك أحد Егер біреу сенің сәбиден бір нәрсе сұрап әңгімелесіп жатқаныңды көрсе, сені жынды деп ойлайды. Бірақ Жүрайж өзінің сырын адамдардан гөрі жақсы білетін. Және Раббысының алдындағы халінде жақсы білетін. Сондықтан Аллах Тағала өз тарапынан оған жүрегіне бір қуат, мықты сенім және бір үмітті көкейіне салды. Сондай халде адамдардың алдында оның белінен түртіп, «Ей бала, сенің әкең кім?» деп сұрады. Аллах Тағала бесікте жатқан сәбиге тіл қатқызды. Сонда бала, «Менің әкем пәленше қойшы» деп аты жөнімен, түр сипатымен сипаттап береді. Бала, «Менің әкем пәленше қойшы» деп жатқаннан кейін барлығы жапқан жалаларынан бұрылады. Барлығы оған қарап, оны сүйіп, құшақтап, одан кешірім сұрай бастайды. Оған ғибадатханаңды алтыннан тұрғызып береміз дейді. Ол, алтын қалай болса, солай құрып беріңдер дейді. Енді мынаған жақсылық құлақ сал. Жүрайжге қатысты екі жайт орын алды. Біріншісі, анасының ұлына қарсы дуға қылуы. Ұлының пайдасына емес, керісінше ұлына қарсы дуға қылды. Екіншісі, аса көрікті әйелдің оның алдына келуі. Ол екеуі де айтарлықтай қиын жайт, бірақ оған анасының дұғасы да, әйелдің сұлулығы да оған еш әсер етпеді. Жүрайж бұл екі жайттан қалай шыға білді? Аллахқа болған шыншылдығы себепті. Аллахпен кіршіксіз, шынайы қатынаста болған кезде оған анасының дұғасы да, көрікті аздырушы әйел де қауіп тудыра алмады. Аллах Тағаланың пендесіне нәсіп ететін ең үлкен нығметтерінің бірі діндегі тұрақтылық және Аллахқа деген шыншылдық. Егер Аллах Тағала сенің жүрегіңде титтей болса, ізгіліктің ұшқыны бар екенін білсе, сен ешқашан тастамайды. Аллах Тағала айтады, Аллахтан артық уәдесінде тұрушы кім бар? Аллахқа қасам, егер сен бір қайырымды жомарт кісінің қолында жұмыс істесең, соң сені жұмыс барысында бақылап, қадағалағаннан кейін сенің оған деген қатынасың шын адал екенін білсе, ол сені назарсыз қалдырудан, әлде сені қаралап, кемсітуден ұялады. Ал енді бүкіл әлемдердің Раббысы, құдіретті Аллахқа қатысты бұндай ойларды қалай ойлауға болады? Аллах Тағала бұндай ойлардан пәк, әрі ұлы. Аллахқа деген шыншылдық пендені құтқарушы ең үлкен себеп. Жүрайждің құтылуына бірден бір себепші болған осы шыншылдық еді. Сол себепті оған анасының дұғасы да, азғырушы әйел де кесір тигізе алмады. Аллах Тағала кімді қаласа қорғайды.